Мен Нұржанов Дамир Дарынұлы, жалпы жасым 26-да, Орал қаласы Зашаған кентінде абаттандыру бөлімі басшысы болып қызмет атқарамын. Жалпы жұмыс өтілім 4 жыл. Мемлекеттік қызметке кіру үшін Зашаған кентінің әкімдігі жариялаған конкурсқа қатысып, нәтижесінде мені мемлекеттік қызметтемін. Барлығы да шынайы және ашық өтті деп есептеймін. Неге мен мемлекеттік қызметті таңдадым? Себебі мемлекеттік қызметте адал және өз халық үшін пайдалы болғысы келетін адамдар жұмыс істеу керек деп санаймын. Және де мемлекеттік қызметтегі үлкен кеселдердің бірі ол әрине сыбайлас жемқорлық. Әрбір азамат оған қарсы тұру қажет деп есептеймін. Қоғам болып бұл індетпен күресуіміз керек. Әр мемлекеттік қызметшінің бойында бұл кеселге қарсы өзінің иммунитеті болу керек. Әкімдікте абаттандыру бөлімінің басшысы қызметінде аумақтың мәселелерін, азаматтардың сұраныстарын білу және жұмысты жақсы қасиеттер болу қажет. Әсіресе күні кешегі төтенше жағдай кезінде әрбір мемлекеттік қызметші күнге қарамай, түнге қарамай еңбек еткен болатын. Вирустың таралу жолына жол бермей, әлеуметтік әлсіз топтарды және бизнесті қолдау үшін барлық іс-шараларды жасады. Қазіргі таңда мемлекет ауылдарды, көшелерді абаттандыруға, балалар мен спорт алаңдарын салуға көптеген қаражат жұмсалуда. Біздің тарапымыздан біздің міндетіміз адамдар үшін барынша қолайлы жағдай жасау. Әрине сұрақтар мен мәселелер өте көп. Бәрі де тез шешіле бермейді. Бірақ аумақты абаттандыру бойынша барлық белгіленген жоспарлар орындалатынына сенімдім. Ең бастысы өз жұмысыма адал болу. Мен ата-анама маған сенгендер үшін өте ризамын. Себебі мен тәрбиеме өте көп үлес қосты және ол сенімін жоғалтқым келмейді. Егер ұлы адал және де парасатты өсіп, адамдардың құрметіне лайық болып жатса, бұл кез келген ата-ана үшін өте маңызды және ата-ана үшін жеңіс деп білемін. Менің арманым көп және солардың бірегейі Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік қызмет академиясында оқып, өз еліміздің өркендеуіне білімімді және тәжірибемді қолдану. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өмірде ең бастысы адамдық парасаттылық, білім, жоғары кәсіпқойлық және өз отанына деген сүйіспеншілік өмірлік ұстаным болып табылады.